Достар, мен сізге осындай ойын үйреткім келіп тұр. Бірінші болып біз осының бәрін бүйтіп жауып аламыз. Мен сіздерге осындай ойын үйретейін. Бұл домино деген ойын болады. Бұндай сіздерде бар болатын болса, оны мен сіздерге үйрететін боламын. Міне осының бәрін үйстіп, артқа қарай бәрін үйстіп істеп алатын боламыз. Міне. Сәлем достар. Бүгін бізде Кәусар, бүгін біз осындай домино деген ойынды үйрететін боламыз сіздерге. Осылай бірінші алдастырып аламыз. Негізі бұда 2 адам ойнайды. Әдейіге бүйтіп қойдым, себебіне өзіне алғанай қоятын қоямын. Мен ортасына тұрамын. Міне осылай. Мен енді бір-ақ адам болғаннан кейін 2 адам менімен ойнай алмайды. Bir адам жоқ менің қасымнан аяда отырып ойнайтын. Бұда мен өзім үйретіп көрсететін боламын. Осылай араластыра аламыз. Араластырып алдық. Енді таңдап аламыз. Мына жақай, мына аяқтағы таңдап беретін боламын. Мынанша үшеуден аламыз. Ең соңында 4-еу қалады, сосын 2-2-ден аламыз. Ал мына жаққа мынадан таңдаймын. Үшеуден алдым. Солай таңдап беретін боламын. Ой, көрініп қалды. Не? Көрініп қалса ештен кетпейді. Ең соңында 2-еуіне қалдым. Енді болды. Енді мен ашып беретін боламын 2-еуінің де шегінен. Сосын көрсететін боламын. Мынаның бәрін ашып, бәрін тізетіп қоятын боламын. Міне осылай ашып алдым. Бүйтіп алдым. Енді бұл жақта ұзын жер керек өйстіп. Кімде мынандай не болса, оны осыны қояды міне. Мына жақта бар екен. Мынандай болса, осындай бірінші жауып қояды. Міне. Мынандай ашық жері 0 деп саналады. 0. Осылай қойып аламыз. Тура 0 деген санды тура осыдан табу керек. Осыдан ең сан астан табамыз. Ең сан астан қайыр деп ойлайсыздар. Мынау. Міне. Деп осылай қойғанбыз. 2 сан болатын болса, мына жақта 2 сандық не бару керек. 2 сандық ол 2-ден 2 деген сөз екен. Себебі бұл ең аз болып тұр. Барлығы да ең не болады. 2-ден 3 мысалға. Аса 2-ден не жоқ екен. Негізі мына жаққа көрсет, мына жақтағы адамға мына жақтағы нені көрсетуге болмайды. Бәрі құпия болу керек. Секрет. Вообще мен мына жақтан 2-ден 2 тағы 2 рет. Таңдан 2 деген саны алуымыз керек. Ол 2 деген сан мынау болып тұр. 2-ден 5. Мынау 2-ден 6 басқа сан. Міне мына жақта тұр екен ғой. 2-ден 4 деген санды аламыз. Бірінші 2-ден мысалға осындай болып тұрса, ондан осымен бүйтіп сәйкестейміз. Енді 4 болып тұрса, 4-тен басқасын не істейміз? 4-тен 4. 4-тен 4 болды. Енді мына аяқ 4 деген санды табуымыз керек. Міне 4-тен 0. Осылай үшін кете береміз ғой. Енді 0-ден басталатын санда болады. Қазір мынандай жер болып қалған кезде сіздерге көрсететін боламын. Осылай кетіп жатқан кезде, осындай мысалға 1 деген сан жоқ болып қалатын болса, 1 басталады мысалға. Мысалы мына екеу ұстамаймыз да, мына аяқтар ғана болады да, мына аяқты санамаймыз да. Ойда бірлер бар. Осылар ғана болып қалса, ішінде 1 саны жоқ болса, онда мен жоқ деп айтады да. Осы мынау тағы да жүретін болады. Тағы да 1-ден басталатын тағы да 1 рет жүреді. 1-ден басатын тағы да жоқ дейтін болса, тағы да о зор деп тағы да 1-ден 5 деген жүреді. Ал осылай істей берсе, онда ұтады. Жоқ болып қалса да мысалға. Осылай ұтып кетуі мүмкін. Кейін ең соңғысында да кімде жоқ болады, сол ұтатын болады. Ал кімде сондай қалып қалатын болса, екеуінде де мысалға мына жақта 3-еу қалып қалады да, ең соңғысында жоқ деп қалады мысалға. Мына жақта екеуінде де мына жақта 1 сан деген жоқ та, екеуінде де жоқ деген кезде мына жақта 3-еу қалып қалса, мына жақта 2-еу қалып қалса, значит екеулік мына жақта ұтады. Көрдіңіздер ме осылай? Енді кім жүретін еді? Так. Мынау. Мына жақта жүреді екен.
бірден бастады. Мысалға, ол 1-4 жүру керек. Себебі бұл астының аяқтан 1-6 ол көп сан. Міне, 1-4. 4-тен басталатын сан, мысалға, жоқ. Бар екен. Міне. 4-тен 5. 5-тен басталатын сан бар көп екен. 5-тен 2. 2 болды. Енді аяқпен кетecek, мен аяғым тұрғаннан кейін. Енді 2-ден басталатын табуымыз керек. Міне 2-ден 3. 2-ден 3. Ал енді 3-тен басталатын 0. 0. Енді міне 0-ден басталатын 5. Бар екен, онда шығып атып тоқтап. Мен өзім домино деген ойынды күнде ойнағым келе береді. Ато маған қатты ұнайды. 5 па? Қаяқта да ұмытып қалдық қой. Қакен аяқ. 5-тен басталатын 5-тен 3. 5-тен 3 болды. Енді аяқ 3-тен басталатын табу керек. 3-тен 6 бар екен. Аз қабатты тұтын аяқта 3, аяқта 4. 6-тан басталатын табу керек енді. 6-тан 1. Осылай қоямыз. 1-ден басталатын мына аяқ. 1-ден басталатын 1 дейік. Міне. Аяқта, енді мына аяқтағы адам айтады. Жоқ дейді мен дейді. Аны өзі, сосын 1-ден 5 деп қояды. 5-тен басталатын сан бар ма дейді. Жоқ дейді. Мына аяқта бар дейді да, мына бет отып кетеді. Жеңіс қаяқта? Мына аяқта, себебі мына аяқта 2 қалды. Ода жоқ болып жатыр ештеңе. Ой, жоқ болып жатыр да сандар. Міне, 3 сан қалды. Енді бәрін алады да бүйтеді. Бәрін өстіп жалады бәрін. Міне осындай домино деген ойын. Ал мен сіздерге тағы да ақпараттармен бөліскім келеді. Ал всем пока.